телефонмен қосылдым. Бірінші сабақтың бөлімі бар ма? Тоталды тастану бойынша. Сұрақтарыңыз бар ма? Түсінікті болды ма барлығы? Оқушылар, комментарийға жазсаңыздар. Сұрақ жоқ дейді Ажар. Жоқ, түсінікті дейді Дамир. Түсінікті болса, бүгін біз практикалық бөлімімізді жалғастырайық. Экран көрініп тұр ма? Я, дейді Саялы. Бүгін тоталды реакциялардың екінші бөлімі, яғни біз алдында барлығын қарастырып өттік. Енді соңында қалғаны бізде тоталды реакцияның оқушылар 4 типі бар. Осы 4 типі бізде нағыз опыты сұрақтарында өте көп келеді. Сол бойынша анықтама беріп өтейік. Бірінші ол бізде молекулааралық тотығу реакциялар. Яғни бастапқы заттардың құрамына кіретін элемент атомдардың тотығу дәрежелері өзгереді. Мысалы қараңыздар, қай элементтердің тотығу дәрежелері өзгеріп жатыр бұл жерде? Молекулааралық деп тұр. Яғни екі молекуладан өнімдерде екі түрлі молекуланың тотығу дәрежелері өзгеру керек. Бастапқы темірді қараңыздар. Темірдің тотығу дәрежесі нешеге тең оқушылар? Ол +3-тен жай зат күйінде барлық элементтердің тотығу дәрежесін біз 0 деп аламыз. +3-тен 0-ге қарап өзгеріп тұр, қарап отырсаңыздар. Ал келесі көміртек, моноксиді. Нешеге тең тотығу дәрежесі көміртектің? Комментарийға жазыңыздар. Оттек -2 болады, ал көміртек бізде +2 болады. Көміртек +2-ден көміртек бізде +4-ке өзгеріп тұр. Қарасаңыздар, темірдің және де көміртектің, яғни молекула аралық тотығу дәрежелерінің өзгерісін байқай аламыз. Сұрақ бар ма? Осы молекула аралық бойынша оқушылар. Бар ма сұрақ? Кеттік. Келесі бізде молекула ішілікті қарастырайық. Ал Наргиза. Сұрақ жоқ дейді Дамир. Енді молекула ішілік деп отырғанымыз тотығу тостану реакциялар бастапқы бір заттың құрамында әртүрлі элемент атомдардың тотығу дәрежесі өзгереді. Мысалы бізде бастапқыда темір сульфаты берілген, осының құрамындағы элементтердің тотығу дәрежелері өзгереді. Қараңыздар, бізде темірдің тотығу дәрежесі нешеге тең мұнда? +2-ге тең, күкірттің тотығу дәрежесі нешеге тең оқушылар? +6-ға тең. Енді қараңыздар, күкірт бізде +6-дан күкірт +4-ке өзгеріп тұр. Ал темір +2-ден оқушылар бізде темір +3-ке өзгеріп тұр. Қарап отырсаңыздар, молекуланың ішінде ғана тотығу тостану реакция жүріп жатыр. Сондықтан бұл бізде молекула ішілік тотығу тостануға жатады. Келесі. Бізде тағы да екі типі бар деп қарастырдық, өздігінен тотығу тостану реакциялары, немесе оны біз диспропорциялану, немесе оны дисмутация деп атайсыздар, немесе компропорциялану деп екіге бөліп қарастырамыз. Саялы ютубқа салынады сабақ. Енді диспропорциялану, дисмутация дегеніміз не? Элементтің тотығу дәрежесі бастапқы мәннен үлкен және де кіші мәнге ие болатын процесс. Бұны біз қалай жаттап аламыз? Дисмутация, ди деген сөз бар ғой. Ди деген екі дегенді білдіреді, Онда біз бұл жерде екі түрлі элементтің тотығу дәрежесі өзгереді деп жаттап алсаңыздар болады. Ол өнімде ғана оқушылар. Қараңыздар, бастапқыда хлордың тотығу дәрежесі жай зат күйінде ғой, яғни ол 0-ге тең. Ал өнімде қарап отырсаңыздар, H-хлоро. Хлордың тотығу дәрежесі +1-ден хлордың тотығу дәрежесі -1-ге, яғни екі түрлі тотығу дәрежесінің өзгерісін байқай аласыздар. Келесі, компропорциялану. Ол диспропорциялануға қарама-қарсы болып табылады. Ол не істейді? Бастапқы екі заттың тотығу дәрежесі өзгереді реагент бағытында, ал өнімде бір ғана заттың. Қараңыздар, бізде бастапқыда күкірт +4-тен және де күкірт бізде -2 болып тұр, Ал өнімде күкірт жай зат күйінде, яғни 0-ге өзгеріп тұр. Сұрақ бар ма? Жоқ, апай. Кімде сұрақ бар? Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар. Комментарийді бір оқып жіберейін. Сұрақ жоқ қой, оқушылар? Осы 4 тип бойынша. Апай, бұл ютубқа салынады, ютубқа. Салынама. Ютубқа салынады деп шығып кету жоғынан оқушылар. Жақсы ма? Кетті, келесі. Екі затта тотықстандырғыш болатын заттар. Бұны қалай анықтаймыз? Яғни тотықстандырғыш деп отырғанымыз элементтің ең төменгі тотығу дәрежесін тап деген сөз. Ең төменгі тотығу дәрежесін табу үшін мына жақта орналасқан элементтен біз не істейміз? Элементтің топ номерінен біз 8 топты азайтып тастаймыз, себебі периодты жүйеде бізде 8 топ бар оқушылар. Енді ең төменгі тотығу дәрежені анықтайық. Бірінші күкірт берілген, күкірт нешінші топта орналасқан? Ол қараңыздар, күкірт бізде 6-шы топта орналасқан. 6-дан сіздер 8 азайтып тастайтын болсаңыздар, күкірттің ең төменгі тотығу дәрежесі -2 деген сөз оқушылар.
мына жақта қараңыздар, А вариантында күкірт минус 2, мұнда плюс 4 болып тұр. Бірінші сәйкес келіп тұр, ал екінші вариант сәйкес келіп тұрған жоқ бізде, иә. Келесі, азотты қараңыздар, азот қайда орналасқан? Азот 5-ші топта орналасқан, сіздер 5-тен 8 азайтып тастайсыздар, минус 3, иә, ең төменгісі. Аммиак сәйкес келіп тұр, бірақ мұндағы NO2-де бізде азот 4 варианты, сондықтан В вариантыда бізде сәйкес келмейді оқушылар. Келесі, көміртек моноксиді. Мұнда көміртек бізде плюс 2, мұнда көміртек бізде плюс 4. Яғни көміртектің ең төменгі тотығу дәрежесі нешеге тең? Енді сіздер анықтап көріңіздер. Нешеге тең ең төменгі тотығу дәрежесі? Комментарийға жазып өтсеңіздер. Көміртекті қалай анықтаймыз? Оқушылар. Минус 4 дейді. Дамир молодец. Я. Себебі бізде көміртек 4-ші топта орналасқан, 4-тен 8 азайтып тастайсыз. Сонда бізде минус 4, ол бізде көміртектің ең төменгі тотығу дәрежесі болып табылады. Сондықтан қараңыздар, бізде С вариант сәйкес келмейді оқушылар. Келесі, мұнда күкірт минус 2 екенін белгілі, ал мұнда хлордікін анықтап көрейік. Хлор қайда орналасқан? Хлор бізде 7-ші топта орналасқан. 7-тен азайтастар 8-ді, минус 1 сәйкес келіп тұр ғой, бізде Д вариант. Сондықтан біздегі жауап Д варианты болады оқушылар. Сұрақ бар ма? Түсінікті ғой, баршаға. Мұнда кетті, келесі. Қараңыздар, күкірт тек тотықсыздандырғыш қасиет көрсететін қосылысты анықтаңыз. Яғни бұл жерде біз не істейміз? Күкірттің ең төменгі тотығу дәрежесін анықтауымыз керек. Енді мұнда бізде оттек минус 2, күкірт бізде плюс 6 болып тұр. Күкірт плюс 6 болса, ол ең жоғарғы тотығу дәрежесі. Яғни ең жоғарғы тотығу дәрежесі топ номеріне тең, иә? Сондықтан бізде А варианты сәйкес келмейді. 6-тан 8 азайтатын болсаңыздар, ең төменгі, яғни минус 2 ғой, біз осы тотықсыздандырғышты табуымыз керек. ТСШ. Енді күкірт сутек сәйкес келе ме оқушылар? Күкірт бізде минус 2, сутек бізде плюс 1, яғни ең төменгі тотығу дәрежесін көрсетіп тұр ғой күкірт. Сондықтан В вариант сәйкес келеді. Неге H2SO4 сәйкес келмейді? Себебі оттек бізде минус 2, сутек бізде плюс 1, ал күкірт сәйкесінше бізде плюс 6 болады. Себебі 2-ні 4-ке көбейтесіздер, ол 8 болады, 8-ден 2-ні азайтып тастайсыздар, сонда плюс 6 болады, иә? Ал мұндағы SO2-дегі тотығу дәреже күкірт бізде плюс 4-ті, оттек минус 2-ні көрсетеді. Сондықтан бізде С, Д жауаптары сәйкес келмейді оқушылар. Саялы сізде сет ұстамай тұр ма? Әлде барлық оқушыларға солай естіліп тұрма дауысым? Оқушылар дауыс естіліп тұр ма? Анақты? Анық. Апа естіліп тұр. Жақсы. Азоттың тотығу дәрежесі бірдей болатын қосылыстар. Яғни екі затта бірдей болу керек, иә? Аммиакта қараңыздар. Аммиакта азот минус 3-ке тең. NO-да азоттың тотығу дәрежесі нешеге тең оқушылар? Нешеге тең? Комментарийға жазып өтсеңіздер. Плюс 2 дейді Саялы. Тағы. Мына жақта Ажар, Дамир, Айша, Саялы молодцы, дұрыс айтады. Бізде азот плюс 2 бірдей болып тұрған жоқ, сондықтан А вариантын біз қарастыра алмаймыз. Мұнда N2O5 азот бізде плюс 5 болады, ал NO2-дегі азот, HNO2-дегі азоттың тотығу дәрежесін анықтап көрейік. 4-тен 1-ді азайтасыздар, мұнда плюс 3 болады. Екеуі сәйкес келіп тұрған жоқ, иә? Келесі N2O5-те тағы да азот бізде плюс 5-ке тең оқушылар. Ал мұнда калий NO2-де азоттың тотығу дәрежесі нешеге тең? Бұл да бізде плюс 3-ке тең. Сондықтан С вариантта бізде сәйкес келмейді жауапқа. Келесі Д вариантын қараңыздар. Азот плюс 3-ке тең, ал HNO2-де азоттың тотығу дәрежесі нешеге тең? Ол да плюс 3-ке тең. Сондықтан біздегі жауап Д варианты болып табылады. Ажар Д дейді. Молодец, Д болады. Енді тек тотықтырғыш қасиет көрсетеді. Тек тотықтырғыш қасиет көрсету үшін оқушылар ол ең жоғарғы тотығу дәрежесін көрсету керек. Яғни ол бізде топ номеріне тең, иә? Енді қараңыздар. Аммиакта бізде азоттың тотығу дәрежесі минус 3. Минус 3 деп отырғанымыз жаңа анықтадық, иә? Ол ең төменгі болып табылады, сондықтан А вариантын біз қарастыра алмаймыз оқушылар. Келесі HNO3 азот бізде плюс 5 сәйкес келіп тұр, бірақ H2SO3-ті күкірт бізде плюс 4 болып тұр, иә? Сондықтан бізде В вариант сәйкес келмейді. Күкірт бізде 6-шы топта орналасқандықтан ол плюс 6-ны көрсету керек тотықтырғыш болу үшін. Түсінікті ма? Келесі С вариантын қараңыздар. Күкірт бізде плюс 6, фосфор бізде плюс 5. Қараңыздар, күкірт бізде 6-шы топта орналасқан. Мұнда тұр күкірт. Фосфор бізде 5-ші топта орналасқан, мұнда тұр, иә? Сондықтан бізде ең жоғары тотығу дәрежесін С вариантында көрсетіп тұр. С жауабы дұрыс болып табылады. Ал мұнда қараңыздар, Д вариантында. Хлор минус 1 ол ең төменгі тотығу дәрежесі, сондықтан ол тотықсыздандырғыш болып табылады.
Келесі H бром, бұл жерде де бром бізде -1-ді көрсетеді. Сәйкесінше бұл да бізде тотықсыздандырғыш болғандықтан D жауабы сәйкес келмейді оқушылар. Сұрақ бар ма? Дамир сұрақ жоқ дейді. Саялы сұрақ жоқ дейді. Аха. Кеттік онда келесі сұрақ. Әрі тотықтырғыштық, әрі тотықсыздандырғыштық қасиет көрсетеді. Бұны қалай анықтаймыз оқушылар? Ол кезде тотықтырғыш болу үшін де, тотықсыздандырғыш болу үшін де ол аралық тотық дәрежесін көрсету керек. Яғни ең жоғары тотық дәрежесі ол бізде тотықтырғыш болады, иә? Ең жоғарғы болса. Ал ең төменгі тотық дәрежесі болса, ол тотықсыздандырғыш болады. Ал осының аралығында тотық дәрежені көрсету керек. Мысалы қараңыздар, бізде H бром -1, йод -1. А жауап сәйкес келмейді. Тек қана бұл бізде тотықсыздандырғыш қасиет көрсетеді, себебі ең төменгі тотық дәрежесін көрсетіп тұр бұл жерде. Келесі аммиак. Аммиакта бізде -3 азот. Ол ең төменгі тотық дәрежесін көрсетеді, сәйкесінше ол тек қана тотықсыздандырғыш ғана болады. Сондықтан В вариантында қарастыра алмаймыз оқушылар. Енді HNO2. HNO2-ны қараңыздар. Азоттың тотық дәрежесі нешеге тең оқушылар? Оттек -2, сутек +1, азот нешеге тең? +3-ке тең. Азоттың ең төменгі тотық дәрежесін не деп қарастырдық жаңа? Ол -3-ке тең деп қарастырдық, иә? Ал ең жоғарғы тотық дәрежесі оның топ номеріне тең. Ол +5-ке тең. Ал оның аралығында оның +3 деген тотық дәрежесі бар, иә? Ол не істейді? +5-ке қарай жылжып, ең жоғарғы тотық дәрежесін көрсетіп, ол тотықтырғыш болады, ТТШ болады. Ал ол солға қарай жылжып, ең төменгі тотық дәрежесін көрсетіп, ол тотықсыздандырғыш болады. Сондықтан бізде С варианты келеді оқушылар. Әрі тотықтырғыштық, әрі тотықсыздандырғыштық қасиет көрсете алады екен азот. Енді H2SO3-ті қарастырып көрейік, иә? H2SO3-тегі күкірттің тотық дәрежесін анықтайық. Оттек бізде -2, сутек +1, 2-ні 3-ке көбейтесіздер 6 болады, 1-ді 2-ге көбейтеміз 2 болады, 6-тан 2-ні азайтамыз, сонда күкірттің тотық дәрежесі +4 болады. Біз білдік, иә? Енді қараңыздар, күкірт бізде қай топта орналасқан? Ол 6-шы топта орналасқан, сәйкесінше ең жоғарғы тотық дәрежесі оның +6 болады, иә? Ал ең төменгі тотық дәрежесін анықтау үшін біз не істейміз? 6-дан 8-шы топты азайтып тастайсыздар. Сонда -2 ең төменгісі. Сәйкесінше бізде +4 деп отырғанымыз оның аралығындағы тотық дәрежесі болып табылады, иә? Ол +6-ға қарай жылжып тотықтырғыш болады, ТТШ болады. Ал -2-ге қарай жылжып, ол бізде тотықсыздандырғыш болады, иә? Сонда екі түрлі тотық дәрежесін көрсетеді. Әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш болады, иә? Сондықтан С варианты сәйкес келеді оқушылар. Сұрақ бар ма? Комментарияға жазып өтсеңіздер, сұрақ жоқ дейді Саялы. Дәме сұрақ жоқ дейді. Аха, кетті онда келесі. Реакция қай типке жатады? Жаңа типтерді қарастырдық. Азот бізде +5-тен неге өзгеріп тұр? +4-ке өзгеріп тұр екен, иә? Ал оттек -2-ден оттек 0-ге өзгеріп тұр екен оқушылар. Бұл қандай реакция типі болып табылады? Яғни қарасаңыздар, бұл бір ғана молекуланың ішінде тотығы дәрежелері өзгеріп тұр, иә? Сондықтан бұл бізде молекула ішілік болып табылады. Дәме шатаспаймыз, қараймыз біз молекулааралық қалай болады. Келесі, реакция қай типке жатады? Қараңыздар, хлор бізде 0-ден хлор +1-ге және де хлор -2-ге өзгеріп жатыр. Жаңа айттым, бастапқыда реагент бағытында бір ғана элементтен бірнеше тотық дәрежелерін көрсететін болса, D деп айтты ғой, дисмутация, яғни диспропорциялану деп қарастырамыз. Сондықтан біздегі жауап С варианты болады оқушылар. Келесі, мына реакция типі қандайға жатады? Енді дұрыс айтасыздар. Жаңа Дамир айтты, молекула аралық, ол қандай болады? Темір +3-тен қараңыздар, темір не істеді? 0-ге өзгерді, жай зат күйінде тұр ғой себебі. Келесі, көміртек бізде +2-ден, көміртек бізде +4-ге өзгерді. Қарасаңыздар, екі түрлі молекуладан реакция өнімінде де екі түрлі молекуланың тотығы дәрежелері өзгеріп тұр оқушылар. Сондықтан бұл не істейді? Бұл молекула аралық тотығы тотықсыздану реакцияларына жатады. 9-шы сұрақ. Келесі, сұрақ бар ма осы 9-ға дейін? Енді реакция типтерін қарастырамыз оқушылар. Жақсы оқушылар, сұрақтарың жоқ болса, енді қарастырайық. Бізде реакция теңдеуі берілген екен, теңдеуіндегі 8 моль тотықтырғышпен әрекеттесетін тотықсыздандырғыштың массасын анықтаңыздар дейді. Реакция теңдеуін жазайық. Көміртек азот қышқылмен реакцияға түседі, сұйытылған азот қышқылмен, иә? Сонда бізде реакция нәтижесінде көмір қышқыл газы және азоттың эквивалентті оксиді
сосын бізде су бөлініп шығады екен, H2O. Егер де бізден реакциядан сұрайды ғой, тотықтырғышта немесе тотықсыздандырғышта тап дейтін болса, сіздер өнімге қарамайсыздар, оны тек қана біз реагент бағытынан іздейміз, соны есте сақтап алыңыздар. Көп оқушы өнімнен тотықтырғыш немесе тотықсыздандырғышты іздеп ОБТ сұрақтарынан қадалып қалады, сондықтан осыны еске сақтаңыздар. Енді біз табайық, қай элементтердің тотығу дәрежесі өзгеріп тұр оқушылар. Көміртекті қараңыздар, жай зат күйінде тұр, сәйкесінше оның тотығу дәрежесі бізде 0-ге тең. Көміртек 0-ден көміртек бізде +4-ге өзгерді. Келесі азотты қараңыз. Азот бізде +5-тен, азот өзгерді +2-ге. Енді жазайық өзгерген тотығу дәрежесін. Көміртек 0-ден көміртек бізде +4-ге өзгерді. Сәйкесінше не істеді? Ол өзінен 4 электронды беріп жіберді. Себебі мұндағы +4-ті сіздер теңдіктің сол жағына өткізетін болсаңыздар, ол минустан өтеді, сондықтан не істеді? Көміртек -4 электронын беріп жіберді. Электронды беріп жіберетін болса, оқушылар ол бізде тотықсыздандырғыш болып табылады. Оны біз алдыңғы бірінші бөлімде қарастырған болатынбыз. Енді келесі азотты қараңыздар. Азот +5-тен азот не істеді? Азот +2-ге өзгерді. +2 теңдіктің сол жағына өтетін болса, ол минустан өтеді, сондықтан біз не істейміз? 5-тен 2-ні азайтып тастаймыз. Сонда не істеді? Ол өзіне +3 электронды қосып алды оқушылар. Электронды қосып алатын болса, ол сәйкесінше қандай қасиет көрсетеді? Ол тотықтырғыш болып табылады. Енді 4 пен 3-ке ең кіші ортақ еселікті табамыз оқушылар. Яғни ең кіші ортақ еселікте отырғанымыз осы 2 санға бөлінетін сан деген сөз. 4 пен 3-ке бөлінетін сан, әрине ол ең кішісі 12 болып табылады. 12-ні 4-ке бөлесіздер 3 болады, 12-ні 3-ке бөлеміз, ол кезде 4 болады. Енді 8 моль тотықтырғыш. Тотықтырғыш деп отырғанымыз қайсысы оқушылар? Әрине ол электронды қосып алып тұрған азот болып табылады. Жаңа айтқандай, тек біз реагент бағытына қараймыз дедім. Сонда азот қышқылы бізде 8 моль беріп тұр тотықтырғыш. Осымен әрекеттесетін тотықсыздандырғыштың массасын анықтаңыз деп тұр. Тотықсыздандырғыш, яғни электронды беріп жіберіп тұрған, ол бізде көміртек. Осының массасын тап деп тұр бізге оқушылар. Сондықтан мына жаққа біз не істейміз? X грамм деп осыны табамыз. Бірінші кезекте біз реакцияны теңестіріп алуымыз керек. Бізге айтып тұр, көміртектің алдында неше қой деп тұр? 3 қой деп тұр. Біз барамыз да мұндағы көміртектің алдына 3 қоямыз. Және де өнімдегі көмір қышқыл газының алдына 3 қоясыздар. Біз көміртекті теңестіріп алдық. Енді азотты қараңыздар. Азоттың алдына 5 қой деп тұр, 4 қой деп тұр. HNO3-тің алдына 4 қоясыздар оқушылар. Одан кейін жақта бізде азоттың алдына 4 қоямыз. Енді қалғанын өзіміз теңестіріп аламыз. Сутекті қараңыздар. Сутек бізде 4-те болып тұр. Онда мұндағы судың алдына 2 деген коэффициент қоясыздар да, сонда бізде сутек 4-те болып теңеседі екен. Реакциямыз теңесті оқушылар. Енді барып біз бастапқы көміртектің массасын анықтай аламыз. Грамммен берілетін болса, біз астына молекулалық массаны жазамыз. Көміртектің атомдық массасы периодты жүйе бойынша 12-ге тең. 12-ні алдында тұрған 3-ке көбейтесіздер. Сонда ол 36-ға тең болады. Ал зат мөлшері берілетін болса, астына моль сан жазамыз. Яғни моль сан деп отырғанымыз алдында тұрған коэффициент жазамыз. Сонда 4 деген коэффициент тұр, сондықтан біз 4 моль деп жазамыз. Енді осы жерде x-ін мәнін есептейтін болсақ, x тең дейміз, айқыштап көбейте саласыздар. 36-ны көбейтеміз 8-ге, бөлесіздер 4-ге. Сонда бізде жауап 72 грамм деген Д жауабына сәйкес келеді екен. Сұрақ бар ма? Оқушылар. Апай, тотықсыздандырғыш ұзақ айтылады демек, адам деп елестетіп тамақ жейді, яғни қосып алады деп суретпен жаттап едік қой дейді. Айша, дұрыс айтасыз, ол суретті әлі алып келмедім. Алдындары түсіндіріп өткен едім, солайда жаттап алсаңыздар болады. Оны бірінші бөлімде қарастырмадық па біз фотомен? Бірінші бөлімде айтып өттім оны. Тағы сұрақтарыңыз бар ма оқушылар? Келесі біз тағы да бір есеп талдап көрейік, осыған байланысты. Жоқ апай дейді Айша. Енді кеттік. Біз қазір тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты ажыратып үйренеміз. Бізде қараңыздар, реакция теңдеуі берілген екен, бірінші осыны жазып алайық. Хром сульфиді, яғни S3 ол калий нитратымен және де калий гидроксидімен реакцияға түскен екен. Сонда реакция нәтижесінде калий хроматы бөлінген. Калий 2, хром 4 және калий сульфаты, калий 2 SO4 және де су және бізде калий нитраты бөлініп шыққан, калий NO2 бөлінді оқушылар. Енді қараңыздар, біз тотығу дәрежесін анықтап шығайық. Хром бізде +3-ке тең, ал күкірттікі -2-ге тең. Енді мұнда калий NO3-та оттегі -2, калий +1, азоттың тотығу дәрежесі сәйкесінше +5 болады. Енді мұнда сутек
мына OH минус деп алсаңыздар болады, немесе жеке оттек минус 2, сутек плюс 1 деп алсаңыздар да болады. Ал калий мына жақта плюс 1-ге тең. Келесі, оттек минус 2, калий бізде плюс 1. Енді осы жердегі хромның тотығу дәрежесін анықтаймыз. 2-ні 4-ке көбейтесіздер, 8 болады. 1-ді 2-ке көбейтеміз, 2 болады. 8-ден 2-ні азайтасыздар, сонда хромның тотығу дәрежесі плюс 6-ға тең оқушылар. Келесі калий сульфаты, оттек минус 2, калий плюс 1. 2-ні 4-ке көбейтеміз, 8, 1-ді 2-ке көбейтесіздер, 2 болады. 8-ден 2-ні азайтамыз, сонда күкірттің тотығу дәрежесі плюс 6 болып табылады. Келесі су, оттек минус 2, сутек плюс 1. Калий нитриті берілген. Оттек минус 2, калий плюс 1, сонда азот бізде плюс 3-ке тең. Біз тотығу дәрежелерін толықтай жазып шықтық. Енді бізден сұрап жатыр. Нені сұрады? Мына схемадағы реакцияда тотығатын элементтер. Тотығатын элементтер дегеніміз не оқушылар? Оны қалай анықтаймыз? Тотығатын, яғни тотықсыздандырғыш деп отырғанбыз, яғни тотықсыздандырғыш ол бізде тотығу процесіне қатысады. Сондықтан бізден сұрап жатыр. Тотығу процесіндегі элементтерді тап деп тұр. Тотығатынды табуымыз керек. Яғни тотықсыздандырғыш деп отырғанбыз не істейді? Ол электронды беріп жібереді. Электронды қай элементтер беріп жібереді? Соны анықтауымыз керек оқушылар. Енді қараңыздар, бізде хром не істеп жатыр? Хром плюс 3-тен хром плюс 6-ға өзгеріп жатыр. Хром плюс 3, хром бізде плюс 6 болып тұр. Не істеді ол? Минус 3 электронын беріп жіберді. Бірінші жауап хромға сәйкес келеді екен. Келесі, күкіртті қараңыздар. Күкірт бізде минус 2-ден күкірт неге өзгерді? Күкірт плюс 6-ға өзгерді оқушылар. Мұнда плюс 6 деп қойын. Плюс 6 теңдіктің сол жағына өтетін болса, ол минустан бөлме өтеді. Сонда минус 2, минус 6 болатын болса, бұны не деп жазамыз біз? Минус 8 деп жазамыз. Үлкен санның таңбасы қойылады, екеуі қосылады. Сонда бізде не істеді ол? Минус 8 электронын беріп жіберді. Сонда қарап отырсаңыздар, екеуі де бізде тотықсыздандырғыш, яғни тотығатын зат болып табылады. Сондықтан жауап бізде хром мен күкірт деген С жауабына сәйкес келіп тұр. Не үшін азот келмейді? Себебі қараңыздар, азот бізде плюс 5-тен, азот неге өзгерді? Азот плюс 3-ке өзгеріп тұр, плюс 3. Плюс 3 теңдіктің сол жағына өтетін болса, ол минустан бөлме өтеді, сондықтан ана жақта плюс 2 болып қалады. Сонда не істеді? Ол өзіне плюс 2 электронды қосып алды. Ол сәйкесінше тотықсызданатын, яғни тотығу процесіне қатысып тұр. Сондықтан бізде азот сәйкес келмейді оқушылар. Жауап С вариант. Сұрақ бар ма? Сұрақ бар ма? Жоқ дейді. Онда кетті келесі. Сұрақ жоқ дейді. Жақсы оқушылар, сұрақтарыңыз болмаса келесін жалғастырайық. Аммиакты оттекпен тотықтырғанда бос азот түзілді. Электрондық теңдеу негізінде тотығу тотықсыздану реакциясының коэффициентін қойыңыз дейді. Жауапта түзілген су молекуласының санын анықтаңыз деп тұр. Енді қараңыздар, азот оттекпен тотыққанда бос азот түзілді деп тұр. Бізде азот аммиактың, яғни екі түрлі реакциясы бар. Ол ұбт сұрақтарында келеді. Егер де аммиак бізде оттекпен катализатор қатысында реакцияға түсетін болса, мұнда O2-мен катализатормен реакцияға түсті деп беретін болса, оқушылар ол кезде NO, яғни азоттың екі валент оксиді және де су бөлінеді деп қарастырасыздар. Ал бұл жерде бос азот деп тұрғандықтан, бұл катализаторсыз жүретін реакция. Сонда мына жаққа жазайық. Аммиакты оттекпен реакцияға түсіреміз, O2. Сонда реакция өнімінде бізде таза азоттың өзі және де бізде су бөлінеді. Енді осының тотығу тотықсыздану реакцияларын жазып қарастырайық. Қараңыздар, азот немен өзгеріп тұр? Аммиакта азоттың тотығу дәрежесі минус 3-ке тең, ал жай зат күйінде ол 0-ге тең, жалғыз ғана тұр ғой. Оттек 0-ден оттек неге өзгерді? Минус 2-ге өзгерді. Енді осыны жазайық. Азот минус 3-ден азот 2-0-ге өзгеріп тұр. Азот теңестіруіміз керек, 2 деген индекс тұрғандықтан, біз мұндағы азоттың алдына 2 деген коэффициентті қоямыз. Енді бір атом азот не істейді? 3 электронды беріп жіберетін болса, мына жақта бізде 2 атом болып тұр ғой азот. Сондықтан ол не істейді? 3-те 2-ге көбейтесіз, сонда 6 электронды беріп жібереді оқушылар. Келесі оттекті қараңыздар. Оттек 0-ден, бірақ оның 2 деген индексі бар. Оны міндетті түрде жазамыз. Яғни жай зат күйінде тұратын болса. Оттек минус 2-ге өзгереді. Енді осы жерде теңестіресіздер, мұнда 2 қоямыз. Яғни бір атом оттегі 2 электронды қосып алатын болса, бізде оттектен 2 атом болып тұр ғой, сондықтан не істейді? Ол өзіне 4 электронды қосып алады. 2 есе көбейеді оқушылар бұл жерде. Енді біз табуымыз керек. 6 мен 4-ке ең кіші ортақ еселік нешеге тең оқушылар? Екеуіне де бөлінетін сан. Комментарийға жазып өтіңіздер. Екеуіне де бөлінетін сан. 12 бізде 6-ға бөлінеді, бірақ 4-ке бөліне ма?
Ол да келет, дұрыс айтады Дамир, молодец. Үш болады дейді. Тағы қандай варианттар бар? Ойбай, ауысып кетті оны. 3 болады, 12 дейді. Тағы да қандай варианттар бар? Теңестіріп жазып жіберейікші оқушылар. Реакцияны теңестіріп жазайық. 2 дейді Айша. Тағы да варианттар бар ма оқушылар? Бірінші пара қалып өздеріңіз теңестіріп көріңіздер. Жаңа үйреттім мен толықтай. Комментарий қарап отырмын. Наргиз 16 дейді. Шықты ма оқушылар? Теңесті ма? Теңесті ма? Комментарийға жазсаңыздар, теңесте, теңесті, теңеспесе, әлі болмадық деп жазып жіберсеңіздер. Жазып көрсетейін бе? Болмады ма апай дейді Айша. Мына жерде ескеру керек оқушылар, азот бізде 2 атом болып тұр, одан кейін отте 2 атом болып тұр. Осыны ескеріңіздер. Жақсы ма? Ортақ бөлімді біз 12 деп қарастырған өзінде соны ескеріп алыңыздар оқушылар. Жақсы ма? Жалғастыра берейін, оқушылар, уже бізде аз ғана уақыт қалды. Жақсы ма? 12 болса келмейді дейді Дамир. 12 болса келмейді, не үшін екенін айтайын ға сіздерге. Не үшін келмейтін. Енді мына жақта 12-ні 4-ке бөлесіздер оқушылар, ол кезде бізде 3 болып қалады, Бірақ біз нені ескеруіміз керек? Мына жақта бізде азот 2 атом болып тұр, ал оттек бізде тағы да 2 атом болып тұр. Не істейміз? Онда 2 еселейміз, Қарама-қарсы бағытта жасасаңыздар болады. Мына жаққа біз не істейміз? 4 деп аламыз, мұнда біз 6 деп аламыз. Себебі 2 атом бізде азот болып тұр оқушылар. Енді қараңыздар, азоттың алдына 4 қой деген сөз, 4-ті мұнда аммиактың алдына қоясыздар. Енді жай зат күйіндегі азотта бізде 4-те болу керек. 2-де индекс болғандықтан біз мына жаққа 2 қоятын болсақ, азот 4-те болып теңеседі оқушылар. Келесі оттекті қараңыздар. Оттектің алдына 6 деген коэффициентті қой деп тұр. Мұнда 3 қоятын болсақ, 3 пен 2 көбейтіліп оттек 6 болып теңесті. Келесі судың құрамындағы оттекті теңесу керек, Мұнда 6 қоясыздар, болды, бізде реакция теңесті оқушылар. Сұрақ бар ма? Апай. Кімде сұрақ бар? Кім түсінбеді? Мына 4 пен 6 қайдан шыққан түсінікті болды ма? Сұрақ жоқ дейді Ажар. Дейді. Мына жаққа 2 мен 3 деп жазып көрсеңіздер де болады, себебі оқушылар. Мұнда 2 азот болғандықтан 2 мен 2-ні көбейтіп 4 деп бірден жаза салдық мына жаққа. Болды, онда өшіре салайын. Түсінікті болса кеттік келесі тапсырмаға. Келесі тапсырмаға уақыт берейін сіздерге. Шығарыңыздар. Оңай сұрақ. Өте оңай. Марганец гидроксиді беріліп тұр екен. Марганец гидроксидіндегі марганецтің сіз тотығы дәрежесін анықтайсыздар. Ол +2-ге тең.
Келесі марганец оксидіндегі сіздер марганецтің тотығу дәрежесін анықтайсыздар. Ол бізде +4-ке тең. Келесі калий перманганаты берілген. Анықтап көрейік. 32-2, калий бізде +1, 2-ні 4-ке көбейтесіздер 8 болады, 1-ді 2-ке көбейтесіздер 2 болады. 8-ден 2-ні азайтамыз, мұнда +6 болады марганецтің тотығу дәрежесі. Келесі 32-2 болады, калий +1 болады. Мұнда 8 болады, мұнда 1 болады. 8-ден 1-ді азайтасыздар, сәйкесінше ол бізде +7 болады. Бізде нені сұрап тұр есептің берілгені бойынша? Берілген қосылыстардағы марганецтің тотығу дәрежелерін анықтап, марганецтің тотығу дәрежесінің қосындысын көрсетіңіз дейді. Бастапқыда 2 еді, оған 4-ті қосасыздар, оған 6-ны, және де оған біз 7-ні қосамыз. Осының жалпы қосындысын сұрап тұр екен оқушылар. Барлығын бір-біріне қосатын болсаңыздар, сонда біздегі жауап қайсысы болады? Жауап 19 болады, иә? Сұрақ бар ма? В дейді Айжан, молодец, иә, В болады. Келесі 14. Реакция теңдеуі берілген екен. Реакция бойынша 0,5 моль тотықсыздандырғышпен әрекеттесетін тотықтырғыштың массасын сұрап тұр. Енді реакция теңдеуі берілсе, оны жаза салайық. Бізде темір оксиді берілген екен. Ол алюминиймен реакцияға түскен. Сонда реакция нәтижесінде бізде алюминий оксиді, яғни алюминий 2O3 және де темір бөлініп шығады екен. Енді біз реакциямызды теңестіре салайық. Мұнда алюминий 2, онда реагент бағытындағы алюминийдің алдына 2 қоясыздар. Темір 2 болып тұр, өнімдегі темірдің алдына біз 2 қоямыз оқушылар. Енді қараңыздар, темір бізде +3-тен, темір неге өзгерді? 0-ге өзгерді. Ол не істеді өзіне? Электронды бер жерді ме, электронды қосып алды ма? Темір бізде +3-тен 0-ге өзгеретін болса, ол сәйкесінше не істейді? Өзіне электронды қосып алады. Электронды қосып алатын болса, ол бізде тотықтырғыш болып табылады. Сондықтан біз ең алдымен темір оксидінің массасын табамыз. Ал мына жақта қарап отырсаңыз, тотықсыздандырғыштың бізде зат мөлшері берілген. Себебі алюминий бізде 0-ден алюминий +3-ке өзгеріп не істеді? Өзіне -3 электронды бер жіберді. Электронды бер жіберсе, ол сәйкесінше тотықсыздандырғыш болып табылады. Мұнда жазып қоямыз. 0,5 моль деп зат мөлшерін. Асты бізде 2 моль болады. Коэффициент жазасыздар, зат мөлшері берілсе. Темір оксидінің массасын сұрап тұрғандықтан астына молекулалық массасын біз толықтай есептейміз. Темірдікі 56-ға тең, 56-ны 2-ке көбейтсек 112 болады. 112-ке 48-ді қосатын болсақ, ол 160 болады. Енді айқыштап біз не істейміз? Пропорция арқылы есептей саламыз. 160-ты көбейтесіздер 0,5-ке бөлеміз 2-ке. Сонда жауап бізде 40 грамм шығады екен. Жауап В варианты болады. Келесі. Берілген тотығу тостандыру әрекеттесуіндегі барлық коэффициенттер қосындысын тап дейді. Үйге тапсырма оқушылар, скриндап аламыз, сосын группаға жібереміз. Жақсы ма? Міне, 14 ба, Дамир? Скриндап алыңыз. Айша скрин жасадым дейді. Айша группаға жібере салсаңыз, е? Барлықтарың сол тапсырманы орындап, қазір сабақтың соңында жіберіңіздер. Сонымен оқушылар, бүгінгі практикалық сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз бар ма? Қандай сұрақтарыңыз бар? Өте жақсы. Мынаны өшіре салайын демонстрацияны, сұрақтарыңызға жауап берейін. Жоқ, апай дейді, саял сұрақ. Так, записьті өшіре салайын онда.